Осындай видеоларын көріп, онлайн заказ беруге болады екен. Мына палауды мен өзім көріп қызығып қалдым. Не деген пловтар мына жерде жасалып жатыр. Оған қосып айран, ішінде зелендер бар, свежий салат және де томатный соус береді екен. Өте керемет, қазысы бар, бөдененің жұмыртқасы бар. Қалампыр не үшін салынған дым түсінбедім енді. Қызыл болып бетіне әр беріп тұру үшін шығар. Ал мына екінші пловты қарта салып қойыпты. Өзбек ағайындар, сендер де жамансыңдар. Қазы салыпты, сосын долма салыпты, турецкий долма. Оның үстінде еттің үстінде ise шыжғырылған құйрық бар ғой. Сондай құйрық ана сары болып тұрған. Оны кірт-кірт есіп жейді. Кейінгі плов тоже клиенттің өзінің қалауына көре жасалған екенін айтып жатыр. Бұл жерде тақ жоқ, атак жаңа плов пен бір плов екеуі бір-біріне қатты ұқсайды екен. Қазы, бөдене, қуырылған жаңа құйрық, май ертілген еттері бар.